туа біткен ақаулар, оның ішінде ДЦП, аутизм, эпилепсия, черепное давление, мынау глазное давление дейді. Осы бас, ми, қан тамырымен связаны балдарда көп кездесетін осы проблемаларға не беру керек? Невропатологтардың тұғырынан. Неврологический нервтік жүйесіне, ми, қан тамырларының жетістігіне, жақсы жетуіне, дамуына өте мықты әсер ететін бізде осы витамарин А+ және Б+ өнімді берсеңіз болады. Егер де жаңағы жоғарыда айтылған диагноздар кездесетін болса, 4-тен 1 шай қасық витамарин А+ таңертең қоссаңыздар болады, және де 4-тен 1 шай қасық витамарин Б+ кешке жатар кезде қоссаңыздар болады. Және осы өніммен қатар тағы да балдарға йодын келіпті қоссаңыздар да болады. Бір капсуланы 3 жасқа дейінгі балдарға уже бір капсуланы 2-ге бөліп берсеңіздер болады, суға араластырып. Ал одан жоғары болатын болса, бір капсуланы 2 мезгілге дейін қосып берсеңіздер болады. Жаңағы жоғарыда аталған диагноздарға, неврологиялық, нервтік жүйелердің зақымданған диагноздарына осы продукциялар. Кемі 4 ай бересіздер, максималды 6 айдың жүйесінде. Дәл жаңағыдай тәртіппен беріңіздер осы кісілерге. Тамағын, мучной, мынау тәтті, газированный, полуфабрикаттардан кішкене аулақ қылыңыздар. В основном жидкості көбірек беріңіздер, таза ауаға көбірек шығарыңыздар.